Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода мен сіздермен шпинат қосылған изумрудный рулет рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жуылып кептірілген шпинат қажет болады. Одан соң ұн, бөлме температурасында жұмыртқа, сұйық май, лимон суы, қамыр қопсытқыш және қант. Алдымен жұмыртқа мен қантымызды қосып, әбден аппақ көлемді болғанша көпіртетін боламыз. Одан соң шпинаттың үстіне сұйық май мен лимон суын қосып, блендер көмегі арқылы езіп аламыз. Одан соң алдын ала електен өткізілген ұн мен қамыр қопсытқышты бірге араластырып аламыз. Жақсылап көпірген жұмыртқалы массамызға аздан қоса отырып, астыдан үстіге қарай араластырамыз және массамызды басып алмауымыз керек. Барлығы біркелкі болған соң шпинатты қосып, астыдан үстіге қарай тағы да біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Одан соң бисквитті қамырымызды пергаментті қағаз төселген ыдысымызға салып, 170-180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут аралығында пісіретін боламыз. Мендегі пешім тым үлкен болғандықтан пергамент арқылы осылай қысқартып алдым. Ендерін 30-35 сантиметр етіп өлшеп жасадым. Сіздің де пешіңіз осындай болса, осылай жасап алсаңыз болады. Немесе әсел пешіңіз болса, соның противені жақсы келіседі. Енді пешімізді қыздырғанда өзіңіздің пешіңіздің уақытына, қызуына, градусына қарай қойсаңыздар болады. Себебі әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан, әркім өзінің пешін жақсы түсінеді деген ойдамын. Шамамен 10-15 минут беті қызарғанша пісіріңіздер және шпажка көмегімен піскенін, яғни піспегенін тексеріп алсаңыздар болады. Одан соң рулетіміздің арасына салатын начинкамызды дайындаймыз. Мен малина таңдадым. Сіз қалауыңызға қарай кез келген ягода түрін қолдансаңыз болады. Яғни клубника, ежевика, смородина, тағы басқаларын.
Орташа отта малинамыздың суы шыққанда қант пен кукурузный крахмалымызды бір-біріне араластырып, екіге бөле қоса отырып, барлығын араластырамыз. Міндетті түрде қант пен кукурузный крахмалды араластырып барып қосыңыз, және тек кукурузный крахмалды қолданыңыз. Барлығы бір келкі болып қайнаған сәтте оттан өшіріп, ситадан өткізіп алсаңыз болады, немесе ситадан өткізбей дәл осылай қоссаңыз да болады. Суытып, кондитерлік қапқа салып қоямыз. Пісіп шыққан бисквитімізді 2-3 минуттан кейін рулеттің формасына келтіріп, орап қоятын боламыз. Ол толықтай суып тұруы керек. Енді шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. Оны біздер кремге қосатын боламыз. Ол үшін бізге калибаут шоколады керек, немесе итальянский шоколад қолдансаңыз болады. Міндетті түрде шоколад құрамы қоспасыз, таза болуы қажет. Үстіне ысып тұрған сливкимізді қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Сливкимізді қайнатып жібермеңіз, тек ысытсаңыз ғана жеткілікті. Себебі біздің шоколадымыз еруі үшін. Бір келкі болып дайын болған соң, бетін жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салқындатып қоямыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысыңыз құрғақ болуы керек, және сливкиіңіз -2-3 градуста тұрған салқын болуы қажет. Миксерімізді жайдан бастап қоса отырып, сливкиімізді аздап қоюланғанша миксерлейміз. Одан соң творожный сырымыз бен қант ұнтағын қосып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Біздің креміміз қоюланды. Енді оған шоколадты ганажымызды қосатын боламыз. Және шоколадты ганажды қосқаннан кейін массамыз әбден формасын жақсы ұстағанша ұзақ миксерлейтін боламыз. Бізде дәмі өте дәмді, ерекше шоколад қосылған крем пайда болады. Мен осындай насадка қолдандым. Кремді кондитерлік қапқа салып аламыз. Бисквитті қамырымызды пергамент қағаздан ақырын жайлап босатып аламыз. Кремді видеодағыдай рулеттің арасына малиновый начинкамен араластыра отырып жағып шығамыз. Жағып шыққан соң рулетті формасына келтіріп, қайтадан орап қоятын боламыз. Одан соң тоңазытқышқа 2 сағат тұру керек. Бисквитіміз бен креміміз бір-біріне сіңіп, дәмі өте дәмді, ерекше рулет бізде пайда болатын болады. Бұл рулетке шпинат қосылғандықтан бізге бір шөптің дәмі елестеуі мүмкін, бірақ күмәніңіз болмасын, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сізге дайындап көруге кеңес беремін.
Және де бірінші дастарханға қоймас бұрын немесе клиентке бермес бұрын осылай екі шетін кесіп алып тастайтын боламыз. Міне қараңыздар, бізде өте әдемі, ерекше дәмді рулетіміз дайын болды. Енді бетін оформлениеге кірісетін боламыз. Яғни сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Өзіңізге ұнайтын насатканың түрін қолдансаңыз да болады. Мен сіздерге жай ғана бір түрін көрсететін боламын. Өзіңіздің фантазияларыңызды қосып, әртүрлі керемет дүниелер шығарсаңыз болады. Дәл осылай кремін жағып, мен малинамен, сублимированный малинамен әсемдейтін боламын, яғни кептірілген малина. Бұны кондитерлік дүкендерден сатып алсаңыз болады. Міндетті түрде ол шарт емес, яғни сіздер фисташкамен немесе свежий ягодамен, граната, малина, клубника және басқа да жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Рулетіміз өте дәмді, нәзік болып шығатын болады, және де басқа да рулеттердің барлығында дайындап көруге кеңес беремін. Дәмдері керемет, сирек кездесетін рулеттер міндетті түрде дайындап табыс табуға болады. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін, берекелі, қайырлы білім болсын. Келесі видеоларда жаңа рулеттер рецептісін салатын боламын. Және де ұнаса лайк басып каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.